Ассалаумағалейкум достар. Топ кезетке қош келдіңіздер. Бұл арнада сіздер әлемдегі ең қызықты және көңіл көтеретін тақырыптағы видеоларды көре аласыздар. Арнамыздағы жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін міндетті түрде тіркеліп қоңырау батырмасын басыңыз. Біз бастаймыз. Мысықтар ең танымал үй жануарларының бірі. Соңғы 50 жыл ішінде мысық тұқымдарының саны ондаған есеге өсті. Бүгінде адамдар үй жануарларын сыртқы түріне, темпераментіне және өмір салтына қарай таңдай алады. Мысықтардың бағалары әртүрлі, және осы видеода біз ең қымбат 10 мысықтарды қарастырамыз. Мейн-кун мысықтары үлкен өлшемдерімен ерекшеленеді. Басынан құйрығына дейінгі ұзындығы 120 сантиметрге жетеді, және салмағы 8 килограммға дейін жетеді. Сонымен қатар мейн-кун тышқандарды жақсы аулайды, және өте суық ауа райына тез бейімделеді. Адамдар бұл мысықты көргенде олардың жадында оның экспрессивті көздері, үлкен құлақтары және үлпілді құйрығы ұзақ уақытқа сақталады. Айбатты көрінісіне қарамастан, бұл үлкен жануар өте мейірімді және қонақжай болып келеді. Мейн-кун иесінің жанында болғанды ұнатады, бірақ сонымен бірге тәуелсіздікті сақтайды. Бұл тұқымның мысықтары иттермен тіл табысып, балалармен ойнағанды ұнатады. Бұл мысықтардың ең қымбат тұқымы емес. Бірақ мейн-кун мысығының баласының құны $1000 жетуі мүмкін. Бұрын британдық қысқа жүнді мысықтар Рим империясының билеушілерінің үй жануарлары болған. Бүгінде олар соншалықты жігерлі емес және жоғары дамыған аңшылық инстинктімен мақтана алмауы мүмкін. Бірақ олар өте мейірімді және иелерін жақсы түсінеді. Бұл тұқымның өкілдері өздерінің әдептілігі мен тепе-теңдігімен жалпыға бірдей сүйіспеншілікке ие болды. Олар барлық отбасы мүшелерімен және жануарлармен жақсы тіл табысады. Өз отбасына деген сүйіспеншілікке қарамастан, британдық әрқашан абыройды сақтайды және өздерін ойыншық сияқты ұстауға мүмкіндік бермейді. Бұл тұқымның мысықтары есте қаларлық көрініске ие. Олардың сүйкімді дөңгелек тұмсығы, ерекше мыс реңктері және көкшіл сұр жүні бар. Британдықтардың да бағасы $1000 жетеді, әсіресе асыл тұқымды болса. Американдық бюро ерекше келбеті бар мысық. Оның құлақтары ерекше пішінімен ерекшеленеді. Олардың ұштары сәл артқа оралған, сондықтан тұқым өз атауын бюро деп атады. Оның құлағының ерекше формасы селекцияның нәтижесі емес, адамдардың қатысы болмаған геннің стихиялық мутациясы. Американдық бюро өте мейірімді, ойнақы, ақылды және өзіне назар аударғанды жақсы көреді. Мұндай мысықтар қысқа және ұзын жүнді болып келеді. Жүндері өте жұмсақ, кейбіреулері оны жібекпен салыстырады. Америка құрама штаттарында американдық бюро $1200 дейін баруы мүмкін. Өз отанынан тыс жерде бұл тұқымның балаларының құны артады. Ресейлік көк мысық жылтыр жасыл көздерімен және күміс көк шаштарымен өзінің назарын аударады. Оның әдемі келбеті ғана емес, сонымен қатар тартымды табиғаты бар. Бұл мысықтар иелеріне адал. Олар адамның көңіл күйін сезінеді және оған тез бейімделе алады. Орыстың көк мысығы өте ұялшақ тұқым. Бұл мысықтар бейтаныс адамдарға өте сақ, бірақ отбасы мүшелерімен өте көпшіл. Бұл мысықтың тұмсығы ауыздың көтерілген бұрыштарына байланысты әрдайым күлімсіреп көрінеді. Бұл ерекшелік Ресейде ғана емес, бүкіл әлемде орыстың көк мысығының жанкүйерлерінің пайда болуына ықпал етті. Балаларының құны $1,500 жетеді. Шотландық бүктеме мысығы. Тұқымның ерекшелігі оның аты айтып тұрғандай ерекше кішкентай бүктелген құлақтары. Құлақтарының жатысына байланысты мысықты аюға немесе үкіге ұқсатуға болады. Бұл мысықтар көңілді және көпшіл. Тұқымның ең жақсы өкілдерін $3000 дейін бағалауға болады. Сфинкс мысығы. Сфинкстер ерекше келбетімен танымал. Табиғи мутацияға байланысты олардың жүндері жоқ. Осыған қарамастан тұқым өкілдері ешқандай ауыр генетикалық ауруларға бейім емес және денсаулығына байланысты проблемалар жоқ. Бұл ақылды және ойнақы мысықтар. Олар қожайынына өте жақын, бірақ басқа адамдармен және жануарлармен сөйлесуге қарсы емес. Жүннің болмауына байланысты олардың терісі тез ластанады. Сондықтан оларды үлпілдек әріптестеріне қарағанда жиірек жуып тұру керек. Алайда бұл олардың ерекше келбеті мен мінезін білушілерді шатастырмайды. Және олардың балалары үшін $3000 дейін төлеуге дайын. Питербат Ресейде өсірілген талғампаз мысық тұқымы. Оның өкілдері толығымен жалаңаш болуы мүмкін, немесе қысқа ғана шаштары болуы мүмкін. Бұл нева сұлулары адамдарға да, басқа үй жануарларына да өте мейірімді. Олар иесіне өте жақын, сондықтан ұзақ уақыт жалғыз болуы қиын. Сонымен қатар олар жаттығуға өте жақсы көмектеседі. Жалаңаш петербургтерге күтім жасау сфинкстермен бірдей. Жазда жүн жоқ үй жануарлары оңай күйіп кететін есте ұстаған жөн. Питербалт балаларының құны $3500 жетуі мүмкін.
Тарихи деректер парсы мысықтарының ата-бабалары біздің дәуірімізге дейін өмір сүргенін көрсетеді. Бүгінгі таңда бұл әлемдегі ең танымал мысық тұқымдарының бірі. Парсы мысығы табиғаты бойынша тыныш, олар күні бойы диванда иесімен бірге жата алады. Бірақ бұл олардың ойнағанды ұнатпайтынын білдірмейді. Ұзын жұмсақ жүні мен жалпақ тұмсықтың арқасында парсы мысықтары ойыншықтарға ұқсайды. Бірақ әдемі қалың жүн мұқият күтімді қажет ететінін ұмытпаңыз. Көне тұқымдары мен есте қаларлық жүн $5000 бағаланады. Бенгал мысықтары экзотикалық жабайы көрініспен ерекшеленеді. Бұл тұқым жабайы азиялық барс мысығы мен үй мысығының шағылысуынан пайда болды. Бұл мысықтар жабайы туыстарынан тек түс қана емес, сонымен қатар таңғалдыратын өлшемге ие болды. Олар қарапайым үй мысықтарынан әлде қайда үлкен. Алайда бенгал мысығын үйде ұстаудың үлкен проблемасы оның тым әуес мінезінде болуы мүмкін. Аквариумды зерттеу, қос құштармен ойнау, люстраға секіру бұл тұқымның мысықтары үшін жиі кездесетін мінез-құлық. Жалпы бенгалдар қарым-қатынасты жақсы көреді және балаларға да иттерге де жақсы қарайды. Асылдандырудың күрделілігі бенгалдық мысықтың құнын $5000 дейін арттырады. Саванна жабайы африкалық сервалдың үй мысығымен шағылысуынан пайда болды. Алғашқы мысық балалары 1986 жылы пайда болды және көп ұзамай тұқым танымал болды. Мінезі бойынша саванналар итке ұқсас. Дұрыс қарым-қатынас кезінде олардың адамдар мен басқа үй жануарлары арасында ешқандай проблемалар туындамайды. Бірақ дұрыс қарым-қатынас жасалмаса, мысық агрессивті әрекет етеді. Бұл белгілі бір проблемалар тудыруы мүмкін. Бенгалдар сияқты саванналарда әуесқойлық танытады. Қосымша көптеген физикалық белсенділікті және барлық жаңа нәрселерге деген құштарлықты қажет етеді. Саваннаның бағасы оның түріне байланысты. Барлығы 5 түрі бар. F1-ден F5-ге дейін. F1 типті мысықтар жарты сервал, ал F5 типінде жабайы қанның тек 11% бар. F1 типті саванналары $10,000 дейін тұрады. Және әзірге бұл әлемдегі ең қымбат мысық тұқымы.